Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мына жерде көрініп тұрған сурет бойынша сөйлем құрайықшы. Бұл жерде ненің суретін көріп тұрсыздар? Я, түлкі мен құмыраның. Ал енді сурет бойынша сөйлем құрайық. Түлкі құмыраны көрді. Түлкі нені көрді? Құмыраны көрді. Не көрді? Түлкі көрді. Түлкі нені көрді? Құмыраны көрді. Яғни бұл жердегі сөйлем сөздері бір-бірімен байланысып тұр. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұнына сәйкес сұрақты анықтаймыз және сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысқанын түсінетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға жаңа сабаққа қарайық. Тақырыбы бойынша өлеңді мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Наурыз. Күн мен түн теңелді. Дала нұрға бөленді. Ұлы күні ұлыстың ел ырысқа кенелді. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан, ән шалқытып күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Бұл өлеңнің авторы Серік Әкірамұлы. Сандықшадағы қарамен жазылған сөзге қарайықшы. Ізгілік, яғни қайырымдылық, жақсылық деген мағынаны білдіреді екен. Наурыз мейрамы туралы не білеміз, балалар? Қане есімізге түсірейікші. Наурыз мейрамында күн мен түн теңеледі, дала нұрға бөленіп, ұлы күні ұлыстың ел ырысқа кенеледі. Барлығы наурыз мейрамына жиналып, бас қосып, ән айтып, күй шертіп, би билеп, барлық ауыл өз ауылдарын аралап, керемет көңіл күйде жүреді екен. Яғни наурыз ол жылдың басы. Ол кезде табиғатта қандай өзгерістер болады дейді балалар? Наурызда күн мен түн теңеліп, табиғатта мұз болып жатқан қардың бәрі еріп, көктемнің келгені сезіліп, құстар жылы жақтан ұшып келеді, балалар? Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне қуанышпен, шаттықпен, ән күймен, жылылықпен, махаббатпен, ізгілікпен тойлайды екен. Бір-біріне жақсы тілектер айтады екен. Жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көшіріп жаз. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді. Оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Соңғы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет дейді. Қане сөздердің байланысын көрсетейік. Наурызекті ешкім үркітпейді. Нені үркітпейді? Наурызекті. Кім үркітпейді? Ешкім үркітпейді. Яғни сөздер бір-бірімен байланысып тұр екен. Үшінші жаттығу. Суреттерді пайдаланып, сөз жұмбақты шеш. Бірінші тұрған не, балалар? Соңғы әріпі үш әріптен тұратын сөзді. Дұрыс нан. Екіншісі айран, дұрыс. Үшіншісі су. Төртіншісі құрт. Бесіншісі тары. Бесіншісі қымыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты толық түсінді деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.